Сәлеметсіздер ме? Менің атым Серікқызы Таңсұлу. Мен 11-ші сынып оқушысымын. Мен таңдаған мамандық инженер мамандығы. Мамандық деген не? Мамандық қызметкердің кәсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол лауазымына өзгеше түрде белгілі бір білімді және арнаулы түрде оқып үйрену немесе жұмыс тәжірибесін жинақтау барысында алған еңбек машықтарын талап ететін еңбек қызметінің тегін сипаттайды. Мамандық қызметкер еңбегінің бүкіл шеңберін қамтығанда ол кәсіп ұғымына сай келеді. Мамандық адамнан арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті талап ететін еңбек іс-әрекетінің түрі. Дәл қазіргі уақыт біздер үшін маңызды ие. Қандай жоғарғы оқу орнына түсіп, қандай мамандық таңдаймын деген маңызды сұраққа жауап іздейтін, болашақты бағдарлайтын кездеріміз де тақалып қалды. Мұндай өмірлік сұрақтар ойланып, толғанып барып шешім қабылдауды қажет етеді. Білім алу бүгінгі таңда маңызды болып отыр. Оқу адамның болашағын айқындайды. Сапалы білім беретін оқу орнын таңдау болашаққа жасалған сенімді қадам. Себебі білім бол болашақта өзінің міндетті түрде көрсететін жасырын қазына. Сол себепті мамандық таңдағанда тек мамандықты ғана емес, сонымен бірге білім берудің жоғарғы саласын, дипломның басқа елдерде де қолданылуын қамтамасыз ете алатын жоғарғы оқу орнында таңдау күрделі іс екенін біз білеміз. Менің болашақта таңдаған мамандығым инженер саласы. Инженер еңбегі ең әуелі материалдық өндірісте пайда болды. Өнеркәсіпте, транспортпен байланыс, құрылыс саласында қолданыс тауып қанатын жайды. Бүгінгі заманда ғылым мен техниканың шарықтап дамуы барысында инженерлік еңбек экономиканың барлық саласынан бастап ақпараттық әлем, мәдениет, өнер, тұрмыс деген өмірдің бүкіл өңірін тұтас қамтыды деуге болады. Яғни бүгінгі қоғам инженерлік еңбектен тысқары қарастыру мүмкін емес. Инженер еңбегі дүниедегі барлық елді, ұлттар мен ұлыстарды қамтып, өмірдің барлық саласына қабысып, араласып кеткен бүкіл әлемдік бұқаралық әмбебап құрылысқа айналды. Инженер деген кім? Инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімді, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженерлер материалдарды, құрылымдарды және жүйелерді олардың тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасы себепті туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды. Инженер сөзі латынның ойлап шығару, өнертапқыштық және ақыл, дарын деген сөздерінен алынған. Инженердің жұмысы ғылыми жаңалықтар және олардың адамзат қажеттілігі мен өмір сапасын жақсартуда қолданылуы арасындағы байланысты қалыптастыру. Тарихтағы белгілі инженерлер Мұхамеджан Тынышбаев, Зейнеш Әбішева, Әлімжан Ахметов. Инженердің түрлері: химия, құрылыс, электр, механикалық, металлургиялық, компьютерлік. Химиялық инженерия. Химиялық технология табиғи шикізаттарды, көмір, мұнай, табиғи газ, ағаш сияқты химиялық жолдар арқылы тұтыну мүліктеріне және өндіріс құралдарына айналдырудың экономикалық тиімді әдістері мен процестерін жайындайтын ғылым. Механикалық инженерия. Машина жасау, негізінен машиналарды, сонымен бірге механизмдерді, құралдарды және олардың жеке бөліктерін дайындайтын өнеркәсіптің өңдеу салаларының кешені. Металлургиялық инженерия. Металдарды кен орындарынан шығарып алуға және жаңа материалдар дамытуға маманданған. Сондай-ақ металл қорытпаларға олардың химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту арқылы қажетті қасиеттер беру процесін қамтитын сала. Қорытындылай келе, инженерлер мен ғалымдардың ынтымақтаса жұмыс жүргізуінің жолы өндірістегі инженерлер мен жоғары техникалық оқу орындарындағы ғалымдардың бірлесе ғылыми-техникалық зерттеулер жүргізуі болып табылады. Техникалық оқу орындарының ғылымдары өндіріс тапсырысы бойынша зерттеулер жүргізеді. Қазақ ұлттық техникалық университетінің басқа техникалық оқу орындарының тәжірибесі мұндай бірлесудің өміршеңдігін әбден дәлелдеп отыр. Инженерлер мен ғалымдардың бірлесе отырып зерттеулері жүргізуі ғылыми-техникалық басты кездерінің біріне айналуда. Осы өндіретін де ілгері ұлттық
ғылымның негізін қалайтындары да осы инженерлер болып табылады. Жаңа техника, технологиялық заманында елімізді өркениетті елдердің қатарына қосатын да осы инженерлер. Сондықтан да жерінің асты да үсті де бай Қазақстан сияқты алып елге білімді инженерлер керек екені даусыз. Назарларыңызға рахмет.